Қазіргі қоғам ақырын жүріп аңдап басқан айлакерлердің қоғамыма деп қаламын. Қазіргі Қытай экспансиясына байланысты халық екі топқа жарылды десек те болады. Бірінші топта безбүйрек билік, оның қолшоқпарлары, қатыгез сақшылар, одан бергі болар болмас атақ даңқтарына масаттанып жүрген, шырылдаған әділетсіздікке білмегенсіп, естімегенсіп қарайтын, қай бағыт жеңсе сол жағына қисая салатын дүбәра топ. Екінші топта Қытай экспансиясына, оның Қазақстан жеріне тайсалмай кіріп, тайраңдап шыққанынан сезіктенген, ұрпағының болашағын ойлап алаңдаған, әділетсіздікке шырылда бара түсіп, оққа да, отқа да кеудесін тосқан, ұлтына арашашы, ұл-қызына қорған болғысы келген намысты топқа бөлінді десек те болады. Бұған әлеуметтік желідегі Қазақстан мемлекетінде болып жатқан ақпараттық соғыстар куә. Біреу даптайды, біреу көлгірсіп мақтайды. Айналып келгенде бұл халық бірлігіне сызат түсіріп, Қытай билігінің Қазақстанда мәртебе құруына, өз пайдаларына шешуіне көп септігін тигізіп отыр. Шындықты біле тұра бұрмалап, Қытай пайдасына шешу халықтың ашу-ызасын шарықтау шегіне жеткізді. Соның дәлелдері 55 заводтың әзірше 17-сі ғана кіріп, елге лаңын сала бастады. Баяғы теңсіздік, халқымызды қорлау, соңында Қазақстан сотының қазақты кінәлап, Қытайды тазалап алып шығуы. Арғы беттегі Қытай қазақтары Қытай компартиясының қатыгез қысымынан олар қашып келіп жатыр, шыдай алмай. Алайда біздің оған бейжай немқұрайды қарайды. Оның дәлелі Сайрагүл Сауытбай трагедиясы. Оның дәлелі Қастер Мұсаханұлы менен мұрагер Әлімұлы басындағы ауыр жағдай. Олар елім, жерім деп пана іздеп келгенмен, шырылда бара түскен адамдар бірен саран ақ. Бұл нені көрсетеді? Қазақстан халқының әлі оянбаған, өзіндік ой пікірі жоқ, жоғарыға жақпай қаланба деген жалтаң көз қарасынан туындап отыр. Олардың басындағы қасірет Қытайдың мына кіруімен ертең ақ өз ұрпақтарының басына келетінін білсе де, білмегенсіген, безбүйрек, жүрегі жоқ адамдардың көбеюінен бе деп ойлаймын. Қастер мен мұрагердің арғы бетте жас сәбилері, кәрі әке-шешесі бар екенінен хабардар болып, жаным ашып, талай адамнан араша сұрадым. Себебі көп түкірсе көл деген ғой. Қазақстанның әр түкпірінен шырылдаған халықтың үні жетсе, билік те, сотта райынан қайтар. Екі жап-жас азаматқа босқын атағын берер деген ойда болдым. Соған қарлығаштың қанатындай болса да су сепкім келді. Себебі мен анамын. Ұрпағым мен көргенді ұрпағым көрмесін деген ұрпақ қамын ойлаған мейірімді анамын. Олардың ата-анасы арғы бетте қазақтың арасына кетті ғой, араша түсер деп, Алладан дұға тілеп, етектері жасқа толып отырғаны мәлім. Алайда видеолар келмеді. Келмеді демеймін, келді, бірақ сирек. Соған қарап, бұл қоғамда жүрегі жоқ адамдар көбейіп, халық қу тірліктің күйбеңі мен роботтанып кеткенге ұқсайды. Ойыма бала күнімізде айтатын мына өлең жолдары түсе кетті. Қорықпаймын, ақылы жоқ наданнан. Мен қорқамын, жүрегі жоқ адамнан деп өлеңдеттік. Бала күнімізде оның сөзіне, оның мағынасына мән бермесек те, жаттап айтқанға мәз болатын едік. Оның мағынасы бүгінгі қоғамның адамдарының бейнесіне сәйкес келеді екен. Әрине, араша түсу түспеу әркімнің өз шаруасы ғой. Дегенмен, өздері де дәл сондай ұрпақтар бар ата әжелердің бір-екі ауыз сөйлеп, сөзбен демеп, қол ұшын бермеуі мені қатты таң қалдырды. Осындай қатыгездікпен ұрпақтарының бетіне немесе бір-біріне қалай тайсалмай қарайды екен деген ой мені бүгінгі күнде мазалауда.